қазағымның келегесі, кетпесін Алла берген берекесі. Алаштың баласынан нәсіп болған, құтты болсын Наурыз мерекесі. Көрпе жастық ата-бабаларымыздан келе жатқан салт дәстүрдің бірі. Оны адамдар үй тұрмысына пайдаланады. Құрақ төрге төсейтін көрпеше мата қиындыларын қиюластырып, тұмарша, сегіз жапырақ, ром және неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан, өрнектерден құралған көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атайды. Ежелден қонақжай қазақ халқы төрін қонаққа арнаған қасиетті орын санаған. Ерте кезде баласы өліп тоқтамаған үй тіл көзден аман болсын деген ырыммен 40 құрақ құрап, баласын соған ораған. Құрақ көрпенің арасына мақта және қойдың түйінің жүнін салып, немесе қазіргі кезде жасанды мақта синтепон салып сырып тігеді. Жастық адамның басына жастауға арналған үй бұйымы. Жастықтың ішіне көбінесе құстың мамығы салынып, сырты матамен тысталады. Оны бидай шүберек деп атайды. Бидай шүберектің сырты әртүрлі асыл матамен қапталады. Оны жастық тыс деп атайды. Жастық тысын ауыстыруға қолайлы болу үшін түйме қадалады не бау тағылады. Құстың мамығынан жасалған жастықты құс жастық дейді. Жастық көбінесе бір кісілік болады. Ал оның салт атқа мінген ер үстіне салынатын түрін көпшік деп атайды.